Қайырлы күн Тасмин ата, уақытыңызды бөліп отырғаныңызға үлкен алғысымыз шексіз. Жетісай аудандық музейінің экскурсия жетекшісі Матин Алтынбекқызы боламын. Осы социалистік еңбек Бөрібек Нәсібек туралы ғылыми зерттеу жұмысын жүргізіп, соның нәтижесінде кішігірім кітапша шығарғалы жатырмыз. Сіз ол кісімен бірге қызметтес болған, жақын таныған адам ретінде өзіңізбен сұхбатымызды жүргізгелі отырмыз. Нәсібек аға, сіздің жаныңызда қандай адам ретінде сақталып еді? Қандай кісі болған? Бөрібек Нәсібек ағамызбенен мен сол 75 жылдан бастап 90 жылға шейін өте жақсы білемін. Себебі қоңыс тұрдық осында. 14-15 жыл қоңыс тұрдық. Ол кісінің адамгершілік қасиеті өте жоғары адам еді. Ол кісімен сөйлесу, ол кісінің әңгімесін есту бір ерекше бір сондай жағдай еді. Үйге қонақ келсе, басқа келсе, сол кісіні шақыратын едік. Әңгімеге де қарқ қылады, басқа да қылады. Өмірінен көп әңгімелер айтып беретін еді. Соғыс кезіндегі әңгімелерін айтып беретін еді. Соны кейін ол кісінің бір жұмыс істеп жүріп, бір қатты біреуге әңгіме айтқанын, біреуге сөккен естіген жоқпыз, біреуден естіген жоқпыз мысалы үшін. Адамдармен жақсы қарым-қатынас жасайтын еді. Ол кісі сол 75 жылы біздің осы шаруашылыққа осы бірінші бөлімшенің, сол уақыттағы 20-шы партия совхозының бірінші бөлімшесінің управляющий болып қызметке келді. Сөйтіп, ол кісі сол уақыттың алдында уже еңбек еді, мысалы үшін, социалистік еңбек еді. Ол кісіні райком, сол уақыттағы енді ауданды басқаратын райком ғой, енді мысалы үшін. Бұяққа жіберуінің бірінші себебі деп ойлаймын, солай да болған, мысалы үшін. Сондай тәжірибесі бар, сондай жаңағы іскер азаматты осы біздің шаруашылыққа соның тәжірибелерін өшелді пайдаланып, біздің экономикамызды көтеруге, басқаға жұмсасын деп әдейіге жіберілген азамат еді. Ол кісі өзінің іскерлігін, өзінің қабілетін, адамдармен жұмыс істеу қабілетін өзінде көрсетті. Егер осындағы елдегі азаматтардан сұрасаңыздар, ол кісі жөнінен бір минус әңгіме айтпайды, барлығы положительный әңгіме айтады, мысалы үшін. Ал енді ол кісі бұл жерде біраз жұмыстар атқарды. Мысалы үшін сіздерге егер қажет болса мен көрсетермін. Осы біздің үйдің қасында 280 орындық балабақша салды, типовой. Ондай аудан көлемінде ондай типовой балабақша жоқ еді, 280 балаға арналған. Сол кешегі 96 жылы шаруашылық тарқағанға шейін жұмыс істеді. Оны шаруашылықтың экономикасы көтеретін болғаннан кейін, ол жаңағы балабақшаны, детсад дейміз ба, тегін қамтамасыз етілді. Сол балалардың барлығын совхоз бойынша әр бөлімшеден, арауылдан кім баласын детсадқа бергісі келеді, солардың бәрін біз машина қойып, автобус қойып, солардың бәрін тасып әкеліп, тегін солардың бәрін сол жерде тәрбие алды. Одан кейін ол кісінің істеп кеткен тірліктерінің бірі, тағы да сол уақыттарда совхоздың, ол кісінің істеген кездерінде совхоздың экономикасы едәуір жоғарылады. Осында үйдің қасында тағы да сол кісі істеген бірінші бөлімшенің гаражы бар, мысалы үшін. Гараж бұрынғы колхоз кезіндегі сыртында қорасы жоқ, ешқандай бір жайы жоқ, бір сондай бос жатқан жер еді. Соның бәрін осы қайдан тапқанын үлкен бетон плиталарменен рельстерді кесіп, ешқандай нәрсе көте алмайтындай жаңағыдай қора салды бар, үлкен сіздерге көрсетемін оның бәрін. Есіктің алдында жаңағы кузнясы бар ма, склады бар ма, запчасть тұратын жер бар ма, станок тұратын жер бар ма, соларды сондай бәрін істеді, қазір бар. Ал енді жаңағы детсад өкінішке орай, әзір оның бұзылып кетті, қорасы ғана қалды. Кейбір азаматтар соны алып, оның орнына сөйерден детсад саламыз, басқа қыламыз деп еді, оның барлығы бекер әңгіме болды. Біріне сатып, ақырында сатып алған адам бір күні маған үйге іздеп кетті. Негіз деген, мен үйде жоқ едім, кейіннен телефонмен қайтып звондады. Негіз іздедіңіз десем, сол детсадтың астында жаңағы қазіргі мектептерді салынып жатқан көрсеңіздер, астын ойып, 3 метр, 4 метрге шейін тастайды ғой, сондай тасталынған ма дейді. Оны не аласын, қазып алайық деп еді, көрдіңіз ба?
міне жаңағы дап дайын тұрған, ішінде жібіне енесіне шейін болған, кроваты, постельный принадлежность, пианино соқсаған нәрселердің бәрі болған нәрселердің барлығын бүштесін шығардық. Оған ай дейтін ажа, қой дейтін қожа болған жоқ, мысалы үшінге. Одан кейін, менің егер қателеспесем, ол кісі пенсияға шыққаннан кейін, сол пенсияға сол 75-ші жылдар, 76-ші жылдар шыққан болу керек. Мынау себебі, мынау қызымыз айтып отыр, мынау кейінгі кезде құлап пункттің заведующий болып жұмыс істеді. Сөйірді. Сонда жобалап, сол 75-76 жылы заведующий болып барса, сол бұйырдан көшіп кеткен уақыт 90 жыл екен, 90 жылға шейін сол заведующий болып жұмыс істеді. Енді ол уақыттағы жаңағы құлап пунктпенен қазіргі құлап пункттің екеуінің арасындағыны сіздерге мен айтып өтейін. Қандай? Бұрын қандай еді, қазір қандай мысалы үшін. Бұрын оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент облысы, болмаса қазір Түркістан облысы дейміз ғой. Осы регионда 5-ақ завод болған. 5 завод әзірге біздің дайындап жатқан мақтадан 1,5-2 есеге жуық мақтаны көп дайындаған. Қазіргі мынау отырар жақтағы Қытайдың мақтасын қоспағанда. Біз сол бұрынғы дайындалған мақтаның жартысынан сәл жоғары мақта дайындап отырмыз. Соны 5 завод толық қабылдап, соның бәрін толық переработка шығарған. Әзір осыдан біраз жыл бұрын 22 завод болса, қазір 25-26 завод бар. Мен енді бір завод, 2 заводты қате айтармын, енді жобаны айтып отырмын, бірақ сол жоба. Сонша завод қазір жаңағы бұрынғы өндірілген мақтаның көлеміне жетпейді, мысалы үшін. Ал енді құлап пункттердің жұмыс қалай еді? Құлап пункт осы Асығата ауданы бұрын Киров ауданы болған ғой. Сол жерде мынау 30-лықта бір құлап пункт, Партсъезде бір құлап пункт, Мақталда бір құлап пункт, одан кейін 40-лықта құлап пункт, соңғы заводпенен 5-ақ жерде мақта қабылдайтын жер болған. Сол жерде 60-70-80 мың тоннаға шейін мақтаны осы 5 құлап пункт бір завод қабылдаған. Дінекеңдер Нәсілбек ағамыз жұмыс істеп жатқан кезде онда мен сіздерге көрсетемін. Сол жерде бір күнде 1400 тоннаға шейін мақта қабылданған. Оның себебі 400 тоннасын мына прогресс совхозы, бұрын Мырысқо дейді, мал бордақылау совхозы еді. Кейінгі уақыттарын Сәбит Жұмабеков деген азамат басқарды. Сол кездерде олар кішкене мақтаменен азырақ шұғылданса да, бір күнде 400 тоннаға шейін мақта қабылдады. Біз 20-шы партсъез совхозы бір күнде 1000 тоннаға шейін мақта қабылдадық. Сонда бір күнде бір құлап пункт 1400 тоннаға шейін мақта қабылдады. Ал қазір бір пункт бір сезонда сол мақтаны қабылдай алмайды сол үшін. Көрдіңіздер ме? Міне сонда ол жерде олардың сапасы, содан кейін жердегі мысалы үшінге пунктте жиналып жатқан бунттар бар ғой. Сол бунттар 10 күн, 20 күн созылып жиналса, оның уже качествосы төмендейді. Ал мақта көп келіп жатқаннан кейін бір бунтқа 300-400 тоннадай мақта шейса, олар айландырған бір 3 күн, 4 күнде, 5 күнде жиналады. Сонда сапасы жөнделеді. Оның жаңағы туннель газы, вентиляция қойып, олардың сапасы сақталады. Міне тұқымның нашарлауы, мақтаның нашарлауы, қысып кетудің бәрі осындай болады. Ал қазір әр жерде қабылдаймыз, ылайы бар, басқа бар. Міне Дінекеңдердің істеген кезінде жаңа пункттың жағдайлары сондай болған. Қандай керемет. Олар қазіргі пункттер көп болса 2 ай, 3 ай, 4 ай ғана жұмыс істейміз сол үшін. Ол уақытта жазды күні ғана жаңағы 2-3 ай ғана демалады. Қалған уақыттың бәрінде жұмыспен адамдар қамтамасыз етілген. Заводтың адамдары да бұларды жұмыспен қамтамасыз етілген. Міне Дінекеңдер жұмыс істеп жатқан кезде жаңағы құлап пункттың жұмыстары осындай жағдайға шейін барды. Сол кезеңдегі ауыл шаруашылығының өнімділігі, еңбек өнімділігі осы Бөрікті Нәсібек келгенге дейін қалай болды, және келгеннен кейін қалай өзгерді осы өңірде? Енді мен 80 жылға шейін сыртта болдым, о жерде туып өскеніммен. Жаңағы мен өмірде 3-ақ жерде, 4-ақ жерде жұмыс істедім. Бірінші профтехучилище. Профтехучилищеде біздер ауыл шаруашылығын мамандар дайындадық. Механизаторлар, шоферлар, слесарлар мысал үшінге, строительдер мысал үшінге, ақырғы кездерде адам жинау үшін магазин шілерді дайындадық мысал үшінге.
сол мен 80-ші жылдары келгенде шаруашылықтың өнімділігі мысалы үшінгі орташа өнімділігі 24-25 центтерден аспас еді мысалы үшінгі. Ал кейін сол кісілердің келгеннен кейін басшылар өзгерді, мамандарға мүмкіншіліктер берілді, сондай жаңағы жақсы мүмкіншіліктер берді. Себебі жерді жер қылатында жаңағы өнімділікті көтеретінде бәрі маман қазір. Әзіргі мамандарды білесіздер мысалы үшінгі. Қай салада қандай мамандар істеп жүргенін. Ал ол уақытта строгий. Мал шаруашылығын басқарасың ба, ол обязательно ол зоотехник болу керек. Болмаса ветврач болу керек мысалы үшінгі. Мал шаруашылығын басқарсаңыз, ауыл шаруашылығын басқарасыз ба, сіз обязательно или агроном болуыңыз керек, или инженер болуыңыз керек мысалы үшін. Сол сақталған. Міне сондай мамандардың солар ұйымдастыра білуінен өнімділік 30 центтерге шейін жетті. Кейінгі кезде айта кетейік ол кісінің жақсы істеген тірліктерін. Анарбай Күзембаев деген азамат. Екеумізде бір жылғымыз 48 жылға. Сол кісінің басқаруында, сол жерде Дүниекеңде жұмыс істеді, басқа қылды. Өнімділік 30 центтерге шейін жетті. Сөйтіп жаңағы убыткада отырған, жаңағыдай қиыншылықта отырған, жетіспеушілікте отырған шаруашылық қайта біреулерге біз қарызға кредит бере бастадық. Ол уақытта жұмысшы мамандықтарының бәрі өте құрметке ие болатын еді. Сушы, механизатор, мысалы үшінгі малшы дегендердің бәрі. Жаңағыдай награданың көбісі соларға берілетін еді. Үй соларға салынып берілетін еді, машина соларға берілетін еді мұны. Біз сондай неге жеттік, шаруашылықтың артылған ақшаларынан кейбір шаруашылықтарға жәрдем ақша бердік мысалы үшінгі. Адамдарға үй салуға кредит ақша бердік мысалы үшінгі. Ал ол уақытта жаңағы азғантай ақшамен үй салып алуға болатын еді. Ал кейін инфляцияның көбейіп кетуіне байланысты олардың барлығы азғантай ғана ақша болып, кейін 1-2 жылдан кейін ол адамдардың барлығы бір азғантай ғана айлығымен басқаменен жаңағы кредитті жауып тастады. Солай. Ол кісі осында бригадир болып қызмет жасады ма? Ол кісі мен білетінім управляющий болып жұмыс істеді. Управляющий, бөлімше меңгерушісі. Барлық бригадирлерде, басқаларда сол кісінің қарамағында болды да, бір бөлімше деген, осы жерде мынау Ақтөбе, Алғабас, содан кейін ар жағында елтірмайтын бір отвод бар, сол ал кейінгі уақытта бір совхозға бір басшы келіп, мынау 5-ші бөлімше дейміз, соны 1-ші бөлімшені екеуін қосты. Мынау жаңағы штаттың санын азайтсақ, экономия болады деп. Бірақ оның көп нәтиже бола қойған жоқ. Сонда мына іріленген 2 бөлімшені де басқарды ол кісі. Мен егер қателеспесе, есіме шықпаса. Олар нешінші 5 пен 1-ші бөлімше? 5-ші 1-ші бөлімшенің қосылғанда да жұмыс істеді ол кісі. Негізі басында қайсысını да басқарды? 1-ші басқарды, 1-шіні басқарды, 1-ші бөлімшені басқарды. Осы Қызылқұм совхозының 1-ші бөлімшесінің меңгерушісі. 20-ші партия совхозы деп аталған 20-ші партиясы. Ал қазір Қызылқұм, одан кейінгі жылдар Асығата агрофирмасы деп аталды. 20-ші партия совхозынан кейін Асығата агрофирмасы деп аталды. Ал 96 жылы шаруашылық тарқалғаннан кейін Қызылқұм ауыл әкімшілігі деп аталады қазір бұл жерлер. 96 жылдан кейін. 96 жыл шаруашылық тарқады. 96 жыл февраль айында тарқады. Біз ауданда басқалардан гөрі 1 жыл алдын шаруашылық тарқаттық. Себебі жаңағы мүлкіміз, басқамыз бәрі әлі азайып кетпей, дұрыс тұрған кезде шаруашылықтарды, жаңа шаруаларды бөліп тарқаттық. Енді кез келген бөлімшеде жаңадан келген жұмысшылар болады, жаңа жас мамандар болады. Оларға деген көзқарасы қалай болды? Қандай үлгі берді ол кісілерге? Енді біз өз саламыз инженер саласы болғаннан кейін, біз әр бөлімшенің ішкі жұмыстарын толық біле бермейміз. Бірақ менің білетінім ол кісі әсіресе жұмысты жүргізетін сушы, механизатор,
жұмысшы осылар жүргізеді. Трактор істейді. Қалғанда иә механик қалғандарының бәрі соның қызметін атқарады мысалы үшін. Ал сол адамдарға жағдай жасалынса, жұмыс өзінен өзі жүре береді. Тағы бір жағдайды айтайын. Мен шаруашылыққа келгенде 80-ші жылдардан кейін келдім ғой мен. Мынау фермадағы мал аш қалды. Жоқ, дайындалған шөп жоқ. Мынау Арнасайдың платинасының ар жағында Ильич деген совхоздан өңкей тышқан аралаған сасып кеткен сабан тасыдық. Ол енді бір 50-60 километр жерден тасып отырмыз. Ол сабан көп болса, бір телешкі сабан 1 тонна болады, одан артық кетпейді, 1,5 тонна болады. Оны тасудың өзі қанша жатырады. Ал сасып кеткен шөпті малдың жеуі де қиын. Одан кейін далбасылап, ол малдарды, жаңағы телкаларды, жаңағы қашарларды, сиырларды, ары қарай бойдағы малдарды құм қайдады. Жаңағы шөп енді шығып жатқан кезде. Ал олардың біразы Белорусиядан келген, басқадан келген асыл тұқымды малдар мысалы үшін. Сол малдарды біз құмға жібердік. Ал ақырдан жеп жатқан малдар, ол анау жерге бас жетпейді екен. Содан кейін мына даладағы малдар соған үйренген. Анау шөппенен құмды ажыратып жейді. Ал жаңағы шөппен бірге құмды жеп, малымыздың көбісі жаңағы қатпашағына қатып қалып өлді. Көрдіңіз бе? Содан кейін не істедік мысалы үшін? Мен жаңағы бірінші мәрте механизаторға, болмаса жұмысшыға жағдай жасау керек дегенде. Не істейміз дейді жаңағы. Сол уақытта мына Күзембаев, Анарбай менің қатар бауырымыз шаруашылық басқарып, бірінші механизаторға жағдай жасайық. Бірінші керекті техниканы алайық. Техника жетіспейді. Мен сельхозтехника системада істегеннен кейін бүткіл союз бойынша техника аяқтан шығады. Ауданның қанша фондысы бар, ненің облыстың қандай фондысы бар, оны қалай алудың бәрін білемін. Міне соны пайдаланып, ал бізге ауданның ауыл шаруашылық бөлімінің басшысы, ауданның райкомның бірінші секретары Нұғманов деген Рашид Черниязов деген кісі қандай керемет басшылар еді. Түнде ГАЗ-9 жаңа машинесін өзі мініп алып, қасына жаңағы Райпотребсоюздың бастығы қазір Озғанбай деген ағамыз бар, Кирікте. Түнде сағат 3-4-те жаңағы жер айдап жатқан трактористердің басына барып, күн суық, соларға не жағдай керек сендерге? Жағдайларын шешіп, жаңағы басында істеп жатқан адамдарға ол уақытта келті том деген мынау шубадан артық солар кигізіп кеткен жағдайлар бар. Түнде аралап жүретін жағдайын сұрап. Сол жерде мәселенің бәрін шешеді. Ертең не керек шаруашылыққа? Содан кейін жаңағы совхоздың басшысымен ойласып отырып, механизаторға жағдай жасайық. Бірінші техника алайық, керекті техникалар алдық. Енді механизаторларды не істейміз? Механизаторларды жұмыс ету үшін бірінші айлығын жақсартайық. Екіншіден жаңағы түсте істеп жатқан жерде тамақ берейік, ыстық тамақ берейік. Үшіншіден оларды социалистік жарыс деп, басқа деп ұйымдастырып, 5 күн сайын басқа жаңағыларға біз 5-10 теңге болса да ақша бердік мысалы үшін. Енді ол бүткіл семьясын асырауға жетпесе де, күндік темекі шегуіне, болмаса бір үйіне бір нәрсе алып баруға жететін еді мысалы үшін. Міне жұмыс жүрді кетті. Сөйтіп біз өзіміздің жинаған шөбімізді бәрін майдалап жинап, оларды жаңа іскертті биіктету үшін оған биік погрузчиктер керек екен. Мен білетін жерлерінен соны әкеліп, соны жинап, ақырында басқа шаруашылықтарды, ол басқа аудандардың шаруашылықтарын жаңағы қиын кездерде оларға шөп саттық. Сонда мен айтайын дегенім, механизаторға, жұмысшыға жағдай жасалынса, экономика соны кейін көтеріледі. Бірінші мамандар сол саланың маманы болу керек. Біздерде воскресенье, суббота, праздник деген нәрсе болмаған. Мынау егемендік шаруашылықтар тарқатқаннан кейін барып, қолымыз босап, демалатын жер бар екен ау, емделетін жер бар екен ау, соны кейін барып іздегеніміз бар. Ал жаңағы мынау бір күнде 1400 тонна мақтаға шейін пунктте тапсырып жүргенде біз түніменен ең ақырғы мақта барғанға шейін, қайтқанға шейін соның басында жүрдік түнде. Біз еш уақытта жауып жасаған жоқпыз, біз 3-ге шейін, 4-ге шейін жұмыс істеп жатырмыз деп. Азында көзімізді қолап, қайтадан сағат 8-8:30-да жұмысқа барамыз аяқтан бар. Себебі аяқтан қарап отыр бізге бар нәрсе.
облысқа барып, жаңағы мен бір селхозтехника жұмыс істегеннен кейін, бұяқтан машиналарға шошқа, мал апарып, мясо комбинатқа өткіземіз. Қайтарда бос қайтпау үшін, ар жақтан запчасть жаздырып, соны түстен кейін артып, түнде сағат 2-де, 3-те, 4-те жұмысқа келіп, таңертең қайтадан жұмысқа шығып кетеміз. Себебі, мен ояқтан жаңағы үйттім деп 2 күн, 3 күн жүруге болады. Ал ертең менің жұмысымды біреу істемейді, мен қайтадан өзім істеймін оның барлығын. Сондай жағдайлар болған бізде. Осы Дінәсібек ағаның осы өңірге сіңірген ең тарихи бір маңызды ерекше неде болды? Еңбегі. Енді ол кісінің ең жақсы қасиеті адамдармен жақсы араласатын еді. Өзінің әйтеуір өмірлік тәжірибесінен ақыл үйрететін еді, бұлай деп. Одан кейін ол кісінің жаңағы еңбек болғаннан кейін ол уақытта фонды деген нәрсе бар. Сол үшін саған темелді бір трактор бар, одан басқа бермеймін деп отырады. Содан кейін енді айта беруге болады ғой, сол кісінің қасымызға ертіп барып, бізге тағы бір трактор берді, бір трактор алуға болатын еді. Шөп ұратын техникалар мысал үшінге, самоходный комбайндар мысал үшінге. Бұрын өте қиын шөп ұратын техникалар болса, кейін самоходный комбайндар алды. Міне сондай нәрселерге жәрдем берді. Бұл кісінің ең жақсы қасиеті, адаммен жақсы араласады, адаммен жақсы сөйлеседі, жұмысшылардың, механизаторлардың қадіріне жетеді. Сондай қасиеті сол. Енді фотосуреттерде ол кісі бар ғой, мына жердегі тұрған, мына ортада тұрған, сол кезде қай жылы түскенін мен білмеймін. Сол 85 жылдан кейін, сол 85-90 арасында түскен болу керек. Күзембаев Анарбай деген бауырымыз басқарған. Сонда сөйірдегі барлық шаруашылықтың мамандары, соның ішінде жаңағы еңбек ардагерлері, соның соғысқа қатысқан соғыс ардагерлерімен түскен суретіміз. Сол кісілерді кабинетінде отырып, кабинетінде түскен суреттеріміз мысал үшін. Мына Дінекең отыр. Мына жерде де Дінекең Нәсілбек ағамыз отыр мысал үшін. Мынау мысал үшін біз тәуелсіздік алғаннан кейін тупикті қалып кеттік. Мына жағымыз Өзбекстан, мына жағымызда жердің Арнасай Амангелдің жерін беріп қойдық, олай өте алмаймыз. Сонымен амалдың жоғынан Өзбекстаннан өтіп жүрдік. Әсіресе біз апта сайын 1 мәрте, 2 мәрте барып тұратын біздерге қиын болды. Жол жөнекей Өзбекті тексермесе тексеріп отырады. Содан кейін 1994 жылы мен болам деген жоқ едім. Сол бір ұйымдар, басқалар, партиялар, басқалар мені кандидатурамды алдын районға, кейіннен давай деп облыстық мәслихатқа ұсынды. Сөйтіп мен 94 жылы 3 кандидаттың арасында көп дауыс жинап, мен облыстық мәслихатқа депутат болдым. Ол 5 жылда 99 жыл бітетін болса, мен қателесіп мүмкін. Біздер тағы да бір жылға жақын көбірек біздің қолымызда мандат болды. Себебі сол уақытқа қатар бір мәжілістің сайлауы тура келді ма, жоқ президенттің сайлауы тура келді ма, басқа қылып, сол 2000 жылға шейін болдық. Мына сол уақыттарда біздің көтерген мәселелеріміздің біреуі, бізді мынау тупиктеміз, бізге жол ашып беріңіздер, көпір салып беріңіздер. Бұл менің Жаңғыз облыстық мәслихаттың депутаты болып айтқан Жаңғыз менің көтерген мәселе емес. Оны жаңа сіздерге айтқан Мырзагелді Кемел, осы мынау өмір бойы қоңыс болып тұрды көшерден, 3 мәрте мәжіліс депутаты болып, олар көтерді. Осында Нұрлан Балғынбаев премьер-министр болғанда келді, ол кісімен жолық айттық солардың кезінде. Сөйтіп, егер жаңылыспасам, 98 жыл болу керек, неге 97-98 жылдары көпірдің басына келіп, дайра ағып жатыр, бергі беттен кемеге мініп арғы бетіне өтіп, арғы басталып жатқан жұмыстардың қасында Нұрсұлтан Әбіш Назарбаевпен кездесіп, кетіп баратқанда ол кісімен суретке түстік. Оның да себебін айтайын. Менің қасымда тұрған, ортада тұрған Қаметов Қасекең деген ініміз.
менен 4 жас кіші болу керек шамасын ұмытпасам. Бұл кісі де менен бірге облыстық мәслихаттың депутаты болған. Сол жаңағы Назарбаев Нұрсұлтан Әбішевич ертөлетіне қарай бізден әңгімесін бітіріп кетіп бартқан кезде бұл кісі өтініш жазады. Мен бүгін бір қуанышты күнім еді. Кеше балам үйленді. Сізбен бірге суретке түсуге рұқсат етіңіз деп сөйтіп біз суретке түсіп қалған едіміз. Сол сурет кейін біз көпірдің ашылуына да бардық. Дінекем сол жерде көпірдің лентасын кесіп берді. Енесіне шықпаса, мына сондай суреттер, мына сол жерде түскен суреттеріміз. Ар жағында Сарыағаш ауданының азаматтары да, сонымен бер жағынан біздің Мақтаарал ауданының азаматтары да бәрібір болды. Себебі ол кезде мына ортада тұрған Нұржан Өмірбек, ол Сарыағаш ауданының несі еді, әкімі еді. Біразы Сарыағаш ауданының азаматтары. Мынау сол жаңағы бергі беттен арғы бетке өтетін жаңа кемемен өткеніміз арғы астына Дінекем қасымызда тұр мынау. Бұл жаңағы сол есімде жоқ, жаңа 98-97 жылғы жаңа көпірдің басталуына барсақ, жаңа 2001 жылы жаңа ашылуына барғанбыз, мына сонда түскен суреттер мына. Ал мына суреттер Дінекем екінші дүниежүзілік соғысқа қатысып, соғыс ардагері еді. Мынау сол кісінің нелері, қатарластары, әріптестері дейміз ба. Мұның ішінде менің әкем де бар, мысал үшінге. Сол уақыттағы сол кісінің құрдастары еді, мысал үшінге. Мынау артындағы шаруашылықта конторының алдында мемориал бар жерде. Соғыс ардагерлерінің аты жазған, сол жерде түскен суреттер еді. Ана сол Дінекемнің қатарластары, әріптестері, қызметтестері деп бір жерге пайдалануға болатын шығар. Екінші жыл жауып тастаған балалардың бастауыш мектебі бер жағында бір бұрыш